ұзақ уақыт хат алмасаң таңданып жүрме. Осы мекен-жайға жаза бер, себебін білесің. Ағама, тәтеме және барлық туыстарға менен сәлем айт. Егер көре қалсаң кішкентайларды мен үшін де сүйгейсің. Өзіңнің денсаулығың, өмірің жайында жиірек жазып тұр. Көп жазып жатпаймын, өйткені бар ойыңды айтып тұрғайсың. Біздің көшпенділерден сәлем. Сүйдім, Әлия. Егер менен майданда бол, белуардан қан кешті, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды. Біз майданда бол, белуардан қан кештік. Ана жаным, талай күндер өтер. Әйтеуір бір кезде менің дұрыс жасағаныма көзің жетер. Мен еш уақытта соғысқа қатысып, батыр атанайын деп арман еткен жоқпын. Бар арманым мұғалім болу еді. Қалам қағаз орнына қару. Жалпы қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен қару тілінде келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жалпы жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп ақ. Қолымды қатты қысып, құшақтап сүйдім. Менің майданда жолдастарым сәлем айтып жатыр. Мама, егер қаза болсам, отан үшін, әкем үшін, және сіз үшін.